Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ғабит Мүсірепов «Ұлпан» романы деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың барысындағы оқу мақсатымыз әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасай отырып, кейіпкерлер образын ашу. Олай болса, бейне жазбаны тыңдап алайық. Ғабит Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері. Әдебиеттегі ана бейнесін айшықтаған «Ұлпан» романы заңғар жазушының кесек шығармаларының бірі. «Ұлпан» сырлы мінез құлқымен, тұлғалы бітімімен ерекшеленген бейне. Оның сезім байлығы, адамгершілігі, адалдығы, рухани тазалығы, ақылдылығы, зеректігі, зерделілігі, парасаттылығы, өткірлігі, өжеттігі романда асқан көркемдікпен суреттелген. Бұл көркем шығарма қазақ ауылының 100 жылдық тұрмысын, әдет-ғұрпын толыққанды көрсете білуімен ерекшеленеді. Жер дауы, жесір дауысында ұлттық ерекшеліктеріміз кеңінен тарқатылады. Романның басты кейіпкерінің бірі Есеней, керей уақтың билігін қолына ұстаған аузы дуалы би. Ол екі баласы бір күнде шешектен өліп, бір балаға зар болып жүргенде, өзінен 40 жас кіші Ұлпанда елдікке алған. Ұлпанда ел ағасын жан жүрегімен жақсы көріп, саналы ғұмырын еріне арнайды. Бұл шығарма тарихтың өн бойындағы ана бейнесін асқақтатып, оның қоғамдағы, тарихтағы, ұрпақ алдындағы орнын саралауымен дараланады. Сонымен балалар дәптерге кейіпкерлер бейнесін ашып, мінездеме берейік. Оның ішінде романға арқау болған Ұлпан бейнесін ашу мақсатында Ұлпан ел анасы тақырыбында эссе жазайық.